үшеу үш горилла. Кімдер негізі осыны жейді. Біз осы общеден аламыз. Инстаграмға барасыз. Индиянікі хорезмский. Ана біздің бұл да лазерге ұқсайды, алаңға. Бірақ бұлар жақсы езіледі, жұмсақ. Оннан жасады. Неғұрлым твердый сорта пшеницы деп айтады ғой, солар более полезные, да? Твердых сортов пшеницы дегенде алуға болады, жеуге болады. Анда-санда. Дегенде 6-5 злак дегендерді мысалы көбінесе алады. Бірақ кейбіреулер оның бәрін бірден қорыта алмайды. Аптасына біз 1-2 рет қана жасай аламыз. Себебі бұның сыртында фитиновая кислота деген болады. Сол фитиновая кислота ол сіздегі басқа заттардың сіңуіне бөгет болады. Сондықтан бұны көп жей берудің қажеті жоқ. Ырысы жоқ айларда біз балық жемейміз негізінде де. Қазір енді балықтардың как раз икра тастап көбейіп жатқан кезі ғой, обалды. Сиыр ретінде мен көбінесе облегченка деген жерін аламын, иә? Қатты жері ол қабырға. Облегченкасынан көбінесе етті көбірек болады, ол жерден фарш өткізіп аламыз. Өйткені біздің үйде үлкен кісілер бар, олардың тісі өтпейді көбінесеге. Это кто пьет? Шок болып тұрмыз да, мына жерде қанша штук горилла деп. Күнде 1 горилла ше ме, күнде 2 горилла шемеген, а? Үшеу. Это же прямая дорога в кардиоцентр. Сулар. Тәтті дегеннің өзі, я қант біріншіден күніне 3 мезгіл ішеді екен, қант диабетіне шалдығуы мүмкін. Екіншіден кальций кетеді, сүйектерінің барлығы кетеді. Үшіншіден қаны қоюланады, я, жүрекке салмақ түседі. Ертең күні чекап өтті деп айтайыншы осы балаға, кальций жетіспейді. Бұл енді через 10 лет к чему приведет, если каждый день пить? Здесь уже даже не через 10 лет. Күніне 3 мезгіл ішеді екен, 3 жылдан кейін мен гарантия беремін. Бір жері опырылып түседі да жігіттің. Біздің дәмін көріп алу керек творог. Өйткені ашып кетеді ғой тез. Базарларында әлі де натуральный творог, натуральный сметана алуға болады. Мына сметана, сливки. Он не очень-то натуральный. Вот здесь уже есть смесь. Здесь есть уже сахар чуть-чуть. Его добавляют для того, чтобы творог быстро не скис. Бізде өте популярный, я пайдасын көріп тұрған жоқ. Өйткені бұның бәрі жартысы қант. Қазіргілер қант қосып істейді, баяғыда апаларымыз қант қосып істемейтін. Үйдік жібереді. Даже бұған красителдер қосады. Сондықтан бұдан ешқандай пайдасы жоқ. Ал егер де баяғы апаларымыздың технологиясында істейтін болса, қантсыз, оны жайлап қайнатып, ірімшіктерді жеуге болатын еді. Қазіргі ірімшіктерді жеудің қажеті жоқ. Брынзаның пробиотиктерін ойлаймын, дұрыс пробиотиктер бар шығар деп, осы брынза, натуральный творог. И творогтың бәрі натуральный деп ойламаңыздар. Оның арасына қосады сода, соль, сахар, олардың барлығы болатын болса, онда ол уже консервация. Ол консервация деген сөз, ол сіздерге уже организмге зиянды деген сөз. Консервіленген бүлінбейтін нәрсе, ол организмге ешқандай пайдасы жоқ.